Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай кереметтей сарымсақ қосылған хош иісті нандарымызды дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен сүт пен судан тұратын қоспамызға ашытқы, тұз бен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң еліктен ұнымызды өткізе отырып, алдымен осындай венчиктің көмегімен араластырып, сонан соң қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды аз-аз бөліктен салып отырамыз. Міне бізде осындай жұмсақ, қолға сәл жабысып тұратын қамыр болып шығуы керек. Қамырымызды илеп болған соң, ашытпас бұрын осындай сұйық майды аямай барлық жеріне тиетіндей етіп жағып біргілеп аламыз, және ыдысымыздың жан-жағына жағып қоямыз. Сонда біздің қамырымыз әп-әдемі теп-тегіс болып көтерілетін болады. 1,5 сағатқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Қамырымыз ашып жатқанда біз оның салмасын дайындаймыз. Бізге осындай бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары май қажет. Және укроптың менде кептірілген түрі, негізінен балғын түрі жақсы болады. Және де сарымсақты осылай езіп аламыз. Сарымсағымыз бен укропымызды, аскөгімізді майымыздың үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз, біркелкі масса болғанша. Міне біздің қамырымыз осылай 2 есе болып көтерілуі қажет. Қолымызбен бір илеп алып, жұмыс жасайтын үстеліміздің үстіне ұнды сеуіп, қамырымызды қолымызбен жазып алып, сонан соң оқтаумен жұқа етіп жазып аламыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 1-2 см болуы қажет. Енді үстіне дайын болған салмамызды жақсылап қасықтың көмегімен жазып жайып шығамыз. Қамырымызды тік төртбұрыш формасында жаямыз және ұзын жағынан осылай тығыздап орап шығамыз, рулет тәріздес етіп. Жан-жағын бекітеміз және де осылай бір шетін қалдырып, ортасынан осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Сонан соң әп-әдемі етіп өріп аламыз. Бір-бірімен айқастыра отырып, жаңағы слой болып тұрған, қабат болып тұрған жерлерін ашып-ашып қойсаңыздар әдемі болып көрінеді. Жаңағы кесілмей қалған жерінде енді кесіп, қалған жерін өріп тастауға болады. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, нанымызды дөңгелек формаға келтіріп, яғни венок тәріздес етіп, 2 шетін біріктіреміз. Осылай қайтадан өріп, әдемілеп жіберуге болады. Енді бетін кеуіп қалмас үшін жауып, тағы да 20 минут ұстаймыз. Міне осыдан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, қызарып әдемі болып пісу үшін 180-200 градус қызып тұрған пеште 40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей осылай қызарып әп-әдемі болып шықты. Беті қабықтанып, корочка дейміз ғой, сондай болып қытырлап тұр беті, және де іші сондай жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай. Ал сарымсақтың хош иісі бүкіл үйді алып жатыр. Өте керемет, дайындап көріңіздер. Дәмі сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Мені қолдап жүргендеріңізге рахмет. Бүгінгі даусым үшін кешірім сұраймын. Сәл суықтап қалған болатынмын. Өздеріңізді күтіп, жылы киініп жүріңіздер. Баршаңызға ас болсын.